Ризоль тағамын дайындаймыз. Мен гарнирге пюре алдым. Күрішті майға қуырып алып, үстіне су құйып, суы тартылғанша пісіріп аламыз. Суы тартылған соң тұзын қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Күрішіміз дайын болған соң оған жүгері мен майонезімізді қосып араластырып аламыз. Фарш пен жұмыртқалы массаны дайындаймыз. Алдымен фаршымызға тұз, бұрыш, сүт қосып араластырып дайындап қоямыз. Бөлек ыдыста жұмыртқа, тұз, сүт үшеуін біркелкі болғанша араластырамыз. Фаршымыздан 1-2 қасық жұмыртқалы массамызға салып, оны да біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған массаны қысып тұрған тавада екі бетінен жақсылап қуырып аламыз. Жүгері мен күрішті дайын болған жұмыртқамызға салып, орап шығамыз. Қасына гарнир ретінде пюремізді салуды ұмытпаймыз. Біздің ризоліміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арай